Исламда ұлық айлардың бірі Ережеп, ал Ережеп айының 26-сынан 27-сіне қараған түн ислам тарихында орын алған маңызды оқиға Миғраж. Бұл видеода Миғраж түні несімен маңызды, бұл түні не істеу керек соны айтамыз. Сіздер каналға жазылып пікір жазып қолдап кетсеңіздер, Аллах баршамыздың білімімізді арттырсын. Миғраж деп мүбәрак пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, аспан қабаттарына көтеріліп, жаратылыстың білімі жетпейтін деңгейге дейін барып, қайтадан Меккедегі Харам мешітіне оралу сапарын айтамыз. Осы түнді Жәбірейіл періште пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Уа, Мұхаммед, Алла тағала ешкімге нәсіп етпеген шарапатты саған нәсіп етпек. Сені құзырына шақырып жатыр» дейді. Осыдан кейін Жәбірейіл періште оны Харам мешітінен Ақса мешітіне бір сәтте алып келеді. Бұл туралы Құранда құлын Мұхаммедті бір түнде Харам мешітінен айналасына өзіміз құт-береке дарытқан Ақса мешітіне кейбір маңызды белгілеріміз бен дәлелдерімізді көрсету үшін алып барған Алла мінсіз, пәк. Ол шәк-шүбәсіз бәрін естуші, бәрін де көруші деп баяндалады. Одан кейін пайғамбарымыз түннің бір уақытында Ақса мешітінен аспандағы Сидратул Мүнтахаға көтеріліп Миғраж жасаған. Бұл түн хижреттен 18 ай бұрын болса, Миғраж кеші бір жағынан Хақ тағаланың құлы әрі соңғы елшісі пайғамбарымызды, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жұбатуы саналады. Өйткені дәл сол жылы Алла елшісінің жұбайы Хадиша анамыз, Алла оған разы болсын, бен көкесі Әбу Тәліп бақилыққа аттанып, Тайып сапарынан ауыр соққы алған еді. Миғражға көтерілген пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 7 қат көктің әр қабатында өзіне дейінгі барлық елші пайғамбарлармен жолықты. Жәннат пен тозақты үнемі құлшылықта, бірі тек қиямда, бірі руғуқта тұратын, енді бірі әрдайым тек сәждеде жататын періштелерді көрді. Осы кеште қос дүниенің құрметтісі Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 3 сый берілді. Олар: бірінші, 5 уақыт намаздың парыз болуы; екінші, Бақара сүресінің соңғы 2 аяты; және үшіншісі, үмметінен Аллаға серік қоспаған, үлкен күнә жасамағандарға кешірім жасалды. Жерде емес, көкте парыз етілген намаз ең абзал құлшылық болды. Мекке немесе Мәдина жерінде емес, ең жоғарыда уахи етілген Бақара сүресінің соңғы 2 аяты Бақара сүресінің дәрежесін одан сайын көтерді. Ал кешірім жасау адамдар арасындағы ең ізгі амалға айналды. Дана халқымыз кешіре білу кеңдік, кешіре алмау кемдік дейді. Алла тағаланың 99 көркем есімінің бірі Ғаффар, өте кешірімді болса, мұсылман баласы мінезінің көркем болуын қаласа, осы сипатты бойына сіңіруі тиіс. Ешкімді ренжітпеу және ренжіткенді кешіру ердің ісі. Пайғамбарымыз жұмақтық адамды көрсетейін бе дегенде, сахабалар оның ел қатарлы құлшылық қылудан басқа қосымша ғибадаттары жоқ екеніне, бірақ сол адамның ешкімге кек сақтап ренжімейтінін, ренжіткенді Алла ризалығы үшін кешіретініне көз жеткізген еді. Пайғамбарымыз Миғраж түнінде көзіне жас алып, өзіне ілескен барлық мұсылмандар үшін көп дұға тілек жасады, оларды ғафу етуді сұрады. Ардақты пайғамбарымыз: «Уа, Раббым, мені Миғраж мұғжизасымен нығметтендірдің. Үмметіме де осындай бір нығмет сұраймын» деп дұға жасағанда, Алла тағала оны намаз мүміндердің Миғражы деп қуантқан. Ал енді Миғраж түнде қандай амал істеу керек деген сұрақ қойсаңыздар, оған Алла тағаланың меңзеген көкте ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жасаған сыйын жауап ретінде ұсынар едік. Яғни, кімде-кім осы түнді сауапқа толы өткізгісі келсе, шамасы жеткенше намаз оқысын, Бақара сүресінің соңғы 2 аятын оқып, мағынасына көңіл жүгіртсін. Сондай-ақ Алла тағаладан өзіне және барша мұсылман мен ата-анасына, отбасы мен ағайын туысына кешірім тілеп дұға жасасын. Өйткені Миғраж Алла тағаланың мүмін құлдарына кешірім жасаған түн. Алла тағала Миғраж түні мен онда болып өткен ғажайып оқиғалардың берекетімен иманымызды баянды етсін. Қасиетті айлар мен күндерде жаратқан иеміз күнәларымызды кешіп, екі дүниенің бақытын берсін. Қиямет күні пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, шапағаты баршамызға нәсіп болсын. Құрметті достар, видеоға лайк басып пікір қалдырып кетсеңіздер, бізге жазылып видеоларды көргендеріңіз үшін Аллах разы болсын. Аллах тағала біздің түндеріміз бен күндерімізді берекелі етсін.